Так, бүгін, в общем, мына есіктің регулировкасы жөнінде жаңа бұны тез ашылатын қылып жасау үшін не істеу керек, соның бәрін көрсететін боламыз. Так, мына тұрған жерден, в общем, бір ғана тиягыны шешіп аламыз біздер. Мынау есікті тіркейтін тиягы, бұны тиіспейміз. Мына сырттағы келіп тұрған ручканың тиягысы, осыны шешіп алатын боламыз. Так, мындағы мына 3 ондықта, мына бір 8-лікте, негізі үшеуі де ондық болу керек қой. Осыны шешіп алатын боламыз. Так, үшеуін шешкеннен кейін ручканы аламыз, сосын мынаны ары қарай ішке итеріп жібересіз, түседі ары қарай. Так, енді оны так, в общем, мынаны алып аласыз ғой. Келесі мәселе, мына тұрған тиягыны ұзартамыз. Мына тұрған тиягыны екі резьбадан ашатын боламыз. Жабатын емес, ашатын вариантқа, ұзаратын вариантқа. Так, мына аздап майыстырамыз. Дәл осылай қылып, мына 90 градус болып тұрады, осыны азайтып, міне осы положениеге майыстыратын боламыз. Келесі кезекте тиягыны ұзартып аламыз. Так, тиягыны ұзартып болғаннан кейін орнына енді бәрін жинайтын боламыз. Мына міне қараңыз. Мына міне былайынан қатып тұрған зат. Мына былайынан қатып тұрған зат. Сырттағы ручка мынаны итереді. Мынаны итереді. Дәл осылай қатырасыз. Так, и еще жаңа роликке добавка. Артқы пассажирский әлде сильнометаллический газельдердің есіктері не үшін жабылмай ашылмай қала береді. Так, осы жайында. Да, бұл жерде де дәл жаңағыдай темір бар. Так, бұл бізде сырттағы мына ручканың астынан қатып тұрған темір. Бұл так бізде. Бұл жерде бұны енді қысқартатын боламыз біз. Мына тұрған тиягыны қысқа болған сайын жақсы ашылады бұл. Так, алдыңғы жақта ұзарттық қой, артқы жақта қысқартамыз бұны. Так, енді біз орнына бұның новый шоколадка салатын боламыз. Шына өзінің ескісі уақыттың өтуімен машинаның лишний раз бір-біріне үйкеліп қажалып кузовтың ойнауынан мына есікте именно замоктың орындары кеңейіп кетеді. Сол кезінде уже есіктен сізде проблема туындап бастайды. Так, мына жаққа келетін болсақ, мына жақта мында екі ұзын тиягы тұр. Мынау кәдімгі УАЗ буханканікі сияқты система. Егер УАЗ буханкаде мына іш жағында бүйтіп ашатын ручка болса, бір жерде ондай жоқты. Оның орнына мынандай бір ебанутый бір затты қыстырып қойған. Осы арқылы бұл қасқа бұл да сынып қала береді, көпке ұзамайды. В общем, сізге қысқасы жоғарғы жағы қалған екен де, дәл осылай астыңғы жағында міне мынандай қылып үйдің, в общем, затын замогының бір бөлшегін қоюға болады. Кеттігенде ары қарай қазір жинап көретін боламыз, содан кейінгі результатты көрсетеміз. Так, в общем, регулировка жасалып болды. Мына есіктің өзінің тиягысы бар, мында да, мына темірлер, осында кішкене майыстырамыз, әрі қарай, и сосын оны кішкене мына ручкаға бас жағын майыстырамыз, мына алдындағыдай темаға салы. Так, содан кейін бізде, так, бүйтіп жабасыз. Бүйтіп басыз. Так, жаптыңыз, аштыңыз. Мынаны кішкене сосын ашып жапқан кезде, мынаны жоғарғысын 12-лік болтқа ауыстырып жіберсеңіз тіпті жақсы. Захват жақсы болады. Замоктың былай лишний раз қимылдап кетпеуі жақсы болады да, сол жағынан. Так, болды бізде осымен. Вообще, так, регулировка жасау керек болса, дәл осылай есеп тұратын боламыз. Так, в общем, мәселе сондай. Бәріңізге рахмет, бір лайктен.